Адам өмірі қызыққа толы кітап. Оқыған сайын қызығына тоя алмайсың. Үміт пен сенімнің өткелі секілді. Ұрпағыңмен бірге ертеңгі күндердің бақытты сәттерін күтуден жалықпайсың. Осылайша өмір өзен жылжып аға береді. Қазақ даласының қай өңірін айтсаң да, өнегелі ғұмырымен абыз ақсақалдарға, дана аналарға толы. Сол бір табиғаты тамаша, көркемді көрікті жердің бірі Ақмола облысының Терсақан ауылын айтуға болады. Шырайлы шынарлы Сарыарқаның әсем табиғатының аясында қаншама қазақтың қырандары дүниеге келді. Сондай киелі жерде Сейсен мен Бөпежанның шаңырағы өз алдына бір төбе болатын. Әрине, үлгілі жұп үміт артар балаларын өсірді. Бүгінгі мерейтойы сол әулеттен тараған салихалы қыз, аяулы жар, асыл ана, ардақты әже Сейсенова Бәткеннің қуанышы. Әжей 90-ның сеңгіріне шығып отыр. 1934 жылы туыппын осы наурыз айында. Ол уақыт үлкен адамдар число білмейді ғой. Кейін числоны айт деп Зәуре деген мектеп директорымыз болды. Бәткен біз орысты да тойлап жатырмыз, қазақты да тойлап жатырмыз. Сенің туған күніңе қашан барамыз? Қашан дейді. Дейтім Зәуре мен мен қай күн туғанды білмеймін. Өйткені әке шешем кәрі адам числоны білмейді, бірақ наурыз айында тудым дейтінді. 34 жылы енді сол бойынша есептегенде 90-ға келіп тұрмын мінекей. Балдәурен балалық шағы соғысқа тұспа-тұс келгендіктен кішкентай Бәткен жастайынан еңбекке араласып, өзінен кейінгі сіңілісіне қолғанат бола білді. Мектеп табалдырған аттар уақыт келгенде өзі туып өскен ауылындағы бастауыш мектепке қабылданады. Ауылдан бұрын соңды ұзап шықпаған жас қыздың бойынан туған ауылына деген сағыныш бір сәтке болса алыстаған емес. Әке шешем жай қарапайым адам болған, екі баласы өле беріпті. Әкем мен шешемнің 20 бала көтеріпті. Енем, күйеуімнің шешесі. Сол 20 баладан бәрі өле берген ең ақыр аяғында сол менің күйеуім Мырзағали туыпты, өзі шала туыпты. Сөйтіп сол жалғыз осы кісі қалған, сол жалғыз кісіден қалған ұрпақ. Мынау Құдайдың бергені маған көрсін деп мені тастап, мен сол уақытта 19 жасында келдім осы үйге. 19 жасында. Жолдасым ол уақытта Сахалинде служит етті. 3 жыл служит етіп келді. Сонда біз қат алысып, қат берісіп, солай таныстық. Біз түрімізді көргеніміз жоқ. Біріміз күлдік дегенді білмейміз. 1953 жылы 19 жасар Бәткен енді ғана армиядан келген Мырзағали атамызға тұрмысқа шығып, тағылымды ғұмыр кешеді. Мырзағали атамыз бастауыш мектепте білім беріп, өмірінің соңына дейін ұстаздықтан қол үзбей еңбек етті. Бойынан өнердің барлық түрі табылатын 8 қырлы бір сырлы азамат еді. Бәткен әжеміз болса, алғашқы еңбек жолын 1952 жылы сол мектептің кітапхана қорының меңгерушісі ретінде бастайды. Әкем мен туралы тіпті дневник туған күнінен бастап, үлкен болып өсіп кеткеніне дейін сол күнделік жазып отырған. Мен туған бетімнен сол қай уақытта қандай қылығым болды, қандай әлгі бірінші күлгенім, жымиғаным, сөйлегеніне дейін сол анау мама папам келіп ручка ұстатып, соның былай қашан маған жазады екен, қашан нетеді екен деп талқынып, сондай өзінің арманын, өзінің ойын, қиялын, соның бәрін жазып, өздерінің өнегелерімен, өздерінің осы жүріс-тұрыстарыменен, қарым-қатынастарымен, солармен біз көріп солай өстік. Құдайға шүкір, тәуба. Ризамын, тәуба, бәріне де рахмат. Алладан қайтсын жақсылықтар, бәрі де тікесінен тік тұрып, күтіп жатыр, бағып жатыр.
Алладан тілейтінім, осыларға Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін, мол несібе берсін. Алла не тілеген тілектерін Алла қабыл қылсын. Мен енді қартайғанда 90-ға келіп отырмын ғой. Алла тағала мені көрсін деп тастап кетті ғой. Мен енді сол қызығын ғана көре берейін. Ешбір жамандық көрмеймін мен енді. Алла мені солай ал, шалымның өлімін бер маған деп, солай Құдайдан тілеймін. Балаларына қамқор әке, жарына адал жан бола білді. Екеуі 57 жыл отасып, 4 қыз, 3 ұлды дүниеге келді. Олардан 21 немере, 48 шөбере көріп отыр. Ол қыздар туа берген ғой. Содан кейін бір күні бір нағашыларымыз, Биғайша апамыз деген нағашы, үйге кіре алмай отыр дейді, сыртта отыр екен. Сонда сұрайды ғой, Биғайша неғыласың деп. Сонда айтады екен, анау антырған тағы да қыз туып, соны үйге кіріп айтуға ұялып отыр деп. Сөйтіп жүріп, мен ұл туып, біз 60-шы жылы июль айында шілдеде. Ол кезде мұғалімдер шөп сабады, шөп ет, ал совхозда, судың ар жағында. Сол жерде хабар келеді, папка бар, бәрі мұғалімдер жұмыс істеп жатады. Жақсылық деген мұғалім ағамыз мотоциклға мініп алып айналып барады, платинадан айналып. Шөп сабап жатқан жерге барып айтады, ұл туды деп сен сұрап. Соны жаңа папка мотоциклға мініп алады. Екеуі мотоциклмен келеді, айналып. Терсаққа келсе, ал қалған мұғалімдер терсаққаны жүзіп өтіп келіп қалып жүрді. Сөйтіп бүкіл ел тойлаған ұл туды деп. Бүгінде жетеуі де өз алдарына сабақты сүрлеу салып, ақсамайлы кейуананың саялы бағына айналған. Үлкені Сәуле, одан кейін Майра. Бүркіт, Шолпан, Алма, Мағыш және Алмас. Оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген қуаныш иесі, 90 жасқа толған бәткен әжеміз, алтын алқа иесі. Сөйтіп жүріп, әртіс боламыз да. Соның бәрін реттеп кетіп, малымызды сауып, тамағын беріп, баламыздың бәрін жайып, киімін жуып, сосын енді кешке жақын, шам жанғаннан кейін 7-8 кезінде клубқа барамыз репетицияға. Әртіс біз. Ой, да, айтқанда қандай. Спектакль қойдық, еңлік кебекті қойдық. Еңлік болып ойнадым, күйеуім, не болып ойнап, кебек болып. Сосын қозы көрпешті қойдық, қыз жібекті қойдық. Сонда педеміз, сонда бір мұғаліміміз бар, неден беретін. Ермек Серкебаев деген, Сәмен Серкебаев деген жас жігіт, шегір көзді, бұйрағас, сол Бекежан болып ойнады. Мен қыз жібек, ол Бекежан партаның бізге не беріп қояды да, тапсырма беріп қояды да, өзі жағалап жүріп рөлін жаттайды. Қасыма жетіп келеді, жібек деп сол күлеміз. Сондай жағдайлар өтті басымыздан. Өмір өзен деген қағидадағыдай аққан суға 2 рет түсе алмайтының секілді, өткен күндер қайта айналып келмейтіні анық. Тумақ барда өлмек бар. Бәріміз өмірдің уақытша қонағымыз. Бүгінде қатарымызда әкеміз жоқ. Жалған дүние дегенін істеді. Орны толмас қабыл қаза 2010 жылы орын алды. Жолдасыма сондай ризамын, ешқандай жамандығын көргенім жоқ, иманды болсын. Қайтқанымды білмей қалдым. 1,5 ақ сөтке ауырды. Мен апар, аншаққа сөйтем, бүйтем деп еш нәрсе сұраған да жоқ. Міне сондай адам еді. Құдай өзінің ниетіне қарай, өзінің мінезіне қарай, өлімі де сондай жақсы болды, өте жақсы болды. Анамыз өзінің ғибратты ғұмырында білім мен ғылымды ұштастыра білген білгір маман, ардақты әже, ел анасы,
Қазіргі таңда Бәткен Сейсен қызы бала шағасының ортасында, шаңырағының шырайы балаларының ардақты анасы, немерелерінің аяулы апасы, шөберелерінің сүйікті әжесі болып, бақытты ғұмыр кешіп отыр. Енді әжем ол кісімен қанша жыл отасып, өте отбасында бір еш уақытта ұрыс керіс деген болып көрмеген. Барлығымызға өте бір жақсы ілім берді, тәрбие берді. Қандай болу керек екенімізге осында міне қалыптасып, елдің бір кірпіші болып қаланып отырғанымызға біз сол атам мен әжемнің ең үлкен үлес қосқан сол кісілер. Марапаттарының ең үлкені ол білім саласының үздігі деген марапатқа ие болды. Сондықтан ол кісі үлгі болатындай тұлға болды. Өз басым осы бір ұрыс керіс, айқай, ұйқай дегенді отбасында көрген емеспін. Әке-шешемнің бір-біріне бір ренжігендерін сезбеппін де. Ой, өте рахметжан, бүкіл жасаған жақсылығын ойлап отырмын, мен көп нәрсе істей алмадым деп жақсылық. Қолымнан келгенін істеймін, бүкіл бізге істеген жақсылығын қайтара алмайтсам ғой. Анашым, қуанышымыз ұзағынан болғай. Бүгінгі мерей тойыңыз құтты болсын. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Бүгінгі күн, бөліктеу күн маңызды. Маңыздаса, бүгін туған жан әзге 90 мәрте күнді айналған жұмыр жер сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді. Ұл қызының қызығына бөленіп, ел анасы болып жүрсіз, еленіп. Бір әулетті ұйытқыдай ұйытып, 100 жасаңыз, мол бақытқа кенеліп. Осы өзімнің әкем Сейсеннің батасы болып, я жаратушы Аллах, әуелі Құдай, екінші Мұхаммед, үшінші Шадияр, Адам ата Хауана, 33 мың сахаба, 124 мың пайғамбар, 88 сәруар, 99 мәшайық, 4 бұқара періште, әулие әмбие, желегейсің, шамаларың кесе демегейсің. Я әзіреті шеризеті қауысқа жайпағы өті. Көтерген білегін берегір Алла тілегін. Бұрынғы үлкендердің батасы болмасын сөздің қатасы. Әлхамдулиллар әмілғалем алхам берекесін беріп, екі дүниенің әберін беріп, отырған құлындарымның Алла тағала ғұмыр жастарын ұзақ қылып, Алла не берсе қайырымен берсін, бергенінің бәрін бектеп берсін, бермегенін сақтап берсін Алла. Күш қуат тілейін бәріне дағы, отының басына амандық, дастархандарым мол болсын, осылай уайымдары жоқ болсын. Әрқайсының дағы өздерінің тілеген Алла тағала қабыл қылсын. Дендеріне саулық, бастарына амандық тілейін бәрінің дағы. Амин. Ал